Табиғатты аяла. Жас өлкетанушылар, экологтар, табиғат зерттеушісі ретінде менің мақсатым өзім сияқты жас жеткіншектерді табиғатты қорғауға, туған өлкемнің табиғатына экологиялық тұрғыдан үлес қосу. Мен жасаған ауыл саябағы атты жобамның міндеттері: біріншіден, үлкен мегаполиске қарағанда ауылда тыныс алу оңай, ауа біршама таза деп ойлаймын. Екіншіден, менің ойымша қоқыс пен қалдықтар аз болса, соғұрлым ауа таза болады деген ойдамын. Сондықтан мен шырын ішкен түтікшені қоқысқа тастамай, өз макетімді жасауда іске асыруды жөн көрдім. Ауыл саябағында жас жеткіншектер мен қарт кісілер дем алып отыратын су бұрқақты жасадым. Жас жеткіншектерді телефон мен гаджеттік өмірден шектеп, спортқа көп көңіл бөлу үшін футбол алаңын бейнеледім. Бүлдіршіндер үшін құммен ойнау ашуға тез берілуден, жылауықтықтан, агрессиядан айықтырады және алдын ала сақтайды. Сондықтан мен бүлдіршіндер үшін құм алаңын және айналмалы әткеншектер дайындадым. Ең өзекті мәселем, саябақта арнайы пластик бөтелкелер тастайтын қоқыс жәшігі болу керек. Біздің ауылымыз мал шаруашылығымен айналысады. Пластик бөтелкелер бір жәшікте жинақталған болса, бұл қалдықтарды сүт өнімдерімен құйып, әрі қарай іске асыруға болады. Қорытындылай айтқанда, өзіміз өмір сүріп, ауасымен демалып жатқан ауылымызды, оның көрікті жерлерін таза ұстау, әр затын көздің қарашығындай сақтау әр жеткіншектің міндеті. Тұрмыстық қалдықтарды іске асыруға бір кісідей атсалысайық. Оның шашылып ауаны ластануына жол бермейік. Әрқайсымыз өз ауламызға гүл көшеттерін отырғызып, таза аула акциясын өткізсек те артық емес деп ойлаймын. Достарымды табиғатымызды барынша аялауға шақырамын. Күшті иммунитет үшін ел дәрумендері мен пробиотиктері бар Nestle ботқалары сенімді фермерлердің егістігінде өсірілген дәндерден арнайы сәбилер үшін жасалған. Nestle ботқалары